Қасқыр ұлыған түн. 1984 жылдың тамыз айының бас кезі. Ми қайнатар ыстық күндердің бірі. Бұлар бет алған бағыт Сарысу ауданының Шығанақ ауылы еді. Күн ысымай, ерте жетсек деген оймен шыққан жолаушылар 50 шақырым келесі ауылға жеткенше көретін қиын жол азабын білген жоқ еді. 10 шақты үйден тұратын жол өткен ауылын артқа қалдырып, біраз жол жүріп тоқтады. Жол өткен ауылының атауы қалай пайда болғаны жайлы ел аузында мынадай бір аңыз бар. Сәкен Сейфуллин атаман Огненковтың азап вагонында 47 күн ажалмен арпалысып, 1919 жылдың 3 сәуірінде Колчактың Омбыдағы түрмесінен қашып шығып, осы Шу өзенінің жағасымен бой тасалап өткендіктен жергілікті халық жол өткен деп атап кеткен. Сылаңдап аққан Еркешу басы сонау Қырғызстаннан бастау алып, Созақ даласын қиып өтеді. Осы ауданның Жуантөбе ауылының мектебіне ақынның атын берілуі де ауыл тұсынан өткендігінен. Сан ғасырда көптеген жанға пана болған Еркешу ақынға да пана болған екен. Содан ары атақты Қаратау арқылы Түркістан асқаны тарихтан белгілі. Ақынның ел арасында кең тараған Тау ішінде әні осы кезде туған екен. Мінген мотоциклдарының жарты жолда бұзылғанына 1 сағаттан астам уақыт болды. Жасы енді ғана 20-ға келген жігіттің бұзылған көлігін жөндей алмасына енді көзі анық жетті. Мотоциклдің шанағында 2 баласын алдына алып, үнсіз отырған жеңгесіне қарап, «Бітті, жүрмейді», деді. Ол кезде көлік аз, көмек берер ешкім жоқ. Амалы таусылған әсет жеңгесі Маралға, «Ауылға мен мына тас жолмен жүрсем, шамамен 10 шақырымдай жер болар. Мен осы жолмен жүрейін. Егер жолда көлік кездесіп қалса, ол көлікпен сендерді тауып аламын. Сендер жолсыз төтемен жүресіңдер, шамамен 3 шақырымдай болып қалады», деп болжады. Бірақ ол ойлағандай ауыл жақын емес еді. Жолмен 20 шақырым, төте жолмен 10 шақырымдай еді. Таңертегі сағыммен жақын көрініп тұрған ауыл сұлбасы ғана. Уақыт өтіп бара жатыр. Тірі адам тіршілігін жасайтынның кебіне келіп, мотоциклді жол жиегіне шығарып, сексеуілдің шырпысымен көліктерін жасырған болды. Жолаушылар алла-жар болысып, екіге жарылып, екі жаққа жүріп кете барды. Арада біраз уақыт өтті. Шөл қысып, өздерімен алып шыққан бөтелкедегі сулары таусылуға айналды. 2 баласының үлкені Ермек, жасы 3-ке тақап қалған ойын баласы да, кішісі Ерлан 1,5 жаста еді. 2 көзі бірдей көрмей қалған, өте ызақор, ашушаң Ерлан алдына барған кісінің іліккен жерін тістелеп, алдына алса бетін тырналап тастайтын. Ағасы Ермектің беті ызақор інісінің тырнағынан пайда болған жаралар жазылып болмай, енді жазылып келе жатқан жараны қайта тырнап, жаңа жара орнына пайда бола қалатын. Маралдың 2 қолы шынтағына дейін көк пеңбек тістердің іздері, құдды біреу сиямен дөңгелетіп сурет салып қойғандай еді. Баласының көзі көрмей қалғаны жанына батып, төркін жұртында мықты қожа, молда бар деп естіп, дем салдырсам жазылып кетер деп үміттеніп шыққан еді. Ашушаң кішкентайының мазасы қашып, әбден әбіржітті. Бір қолына жетектеген үлкені, құмның ыстығынан аяғы күйді ме, жылап келе жатыр. Арқасына кішісін арқалап келе жатқан Маралдың жүрісі өнер емес. Арадан қанша уақыт өтті. Сағыммен жақын болып көрінген ауылдың жақындар түрі жоқ. Әбден шаршаған ана тура бөлтіріктерін тасыған құртқадай еді. 2 баласын кезек-кезек көтеріп тасуға көшті. Алғашында жақсы жол өндірдім деп қуанып, біраз жер артқа тастап жүргенімен де ауыл сол күйінде жеткізер емес. Жаздың аптап ыстығы аздай, өте жағымсыз, қосымша ыстық жел әбден қалжыратты. Өзін-өзі ауылға шамалы қалды, шыда жаным шыда деп жұбатқанымен де, жылап келе жатқан 2 баласын жұбаталар емес. Қаншама жерді тастап, шағын ғана қамыс өсіп тұрған тымаға жетті. Далалы жерден бұлаққа ұқсаған ыза мен сызаттап ағып жатқан тыманың айналасында
аз ғана өскен қамыс желмен бірге бастары ғана шайқалып тұрған еді. Алғашында тұмадан су ішіп, тынығып алмақ ойы болып, кейін күн ыстық тымалы жерде қасқыр салқындап жатады деген үлкендердің сөзі есіне түсіп, өз ойынан өзі үркіп тез бойын жинап алды. Қалыңның ішінде қасқыр болса қайтем деген сұрақты өз-өзіне қойды. Адам есін сезбесін, тұманың батыс жақ жел өтімен жүрейін деп шешім қабылдап, тоқтамай жүре берді. Әрі қанша жүргені белгісіз, ауылға жақын Қамқалы көліне жақындады. Әбден сілесі қатқан марал жүрісін әрі осылай жалғастыра берсе, бүгін ауылға жете алмасын білді. Бөтелкедегі сулары таусылып, шөлде қысып бастады. Күн тура төбеден түсіп, күйдіріп бара жатыр. Енді не етпек? Бұл тығырықтан қалай шықпақ? Ар ойланып, бер ойланып, үлкен ұлын қауіпсіз үлкен сексеуілдің көлеңкесіне отырғызып қалдырып тұрсам, жүрісім өңіп, ауылға тез жетем. Ауылға жетіп алсақ, көлікпен қайта келіп, алып кетермін деп шешім қабылдайды. Шамалы жүрді де алыстан ерекше байқалатын төбе басына тоқтады. Төбенің сол жақ бетінде өскен үлкен сексеуілдің көлеңкесіне ермекті отырғызды да, қалтасына нанын бір тілігін салып тұрып, «Балам, сен осы жерде отыра тұр жарай ма? Мен ініңді тез ауылға апарып, атаңмен қайта келіп сені алып кетеміз», деді. Ойын баласы анасының айтқанына басын изеп, келіскен ишарат білдірді. Анасы мен баласы төбе басында осылай қоштасып жүре бастаған, ол ішінен бұл шешімім дұрыс па, бұрыс па деп өз-өзімен арпалысып келеді. Бірақ басқа амалы да жоқ. Кіші ұлын арқалап ауылға тез жетейін деп асығып қадам басуда. Айдалада жалғыз қалған баласына қайта-қайта қарап қояды. Жүрегі сыздап, көзіне жас тығылды. Бірақ басқа амалы жоқ. Жүріп келеді. Жығылғанға жұдырық демекші өздері қалжырай әрең келе жатқан маралдың аяғы көлдің шетіндегі батпаққа түсіп батып қалды. Әрі тартты, бері тартты, шығара алмады. Көзі қарауытып әлсіреген ол талықсып бір жанына қарай құлай кетті. Аспан шайдай ашық, дөңгелеген дүние төңкеріліп бара жатқандай күй кешті. Арада қанша уақыт өткені белгісіз, салқын лайдың үстінде жата бергісі келеді. Талықсып барып, көзі ілініп кеткендей екен. Сол азғана уақытта түсте көріп үлгерді. Түсінде көптеген нан пісіріп қойыпты. Енді бір кез айналаға қараса беті қап-қара болып күнге күйіп кетіпті. Өз түсінен өзі шошып оянды. Сол кезде өңіндегі түрі де түсіндегідей күнге қақталып күйіп кеткен болатын. Жанына қарап еді, кішкентай ұлы ұйықтап жатыр екен. Кенет есін үлкен ұлы түсіп, лезде есін жинап, орнынан асыға тұрып, аяғын әрең дегенде тартқылап, батпақтан шығарып алды. Аяқ киімі лай ішінде қалып, жалаң аяқ жүруге тура келді. Көл шеті қап-қара, лайды кешіп жүріп зорға дегенде ауыл шетіне ілікті-ау әйтеуір. Сол кездері ауылға жетер тұсында жаңа қазылған артезиан болатын. Күні бойы шыжыған күн астында әбден шөлдеп келе жатқан марал баласын жағаға отырғызып артезианның астына қойып кетті. Су астында отырып әлденіп алды да баласын арқалап ауылды беттеді. Бағанағыдай емес, жүрісі ширақ, ауылға таяп қалды. Күнде қызарып ұясына батқалы тұр. Сол мезгілде ауылға тас жолмен жаяулатып әсет те жетті. Жалғыз келген құда баласынан мән-жайды білген Смағұл атқа мініп қызының алдынан шықты. Кішкентайын арқалап келе жатқан қызын алдынан кезіктіріп, құшақтап амандасты. «Баланы әкел», деп Ерланды қолына алды. Ермекті далада жалғыз қалдырғанын бейхабар әкесі алға қарай жүре бермек болғанда, маралдың даусы дірілдеп, «Әлгі Ермек далада қалды», деп жылап жіберді. Түк түсінбей таңырқап қараған әкесіне қайта сұратпай болған оқиғаны толық баяндады. Көлдің арғы бетіндегі төбе басындағы үлкен сексеуіл көлеңкесінде Ермектің қалғанын жобалап түсіндірді. Әкесі қызы мен немересін үйге жеткізді де бала қалған төбеге қарай шаба жөнелді. Барып жылдам баланы әкеле қояйын деген ойы қате екенін алдын ала болжай алмаған еді. Айналаның барлығын лезде қараңғы басып, кештің арты қоюлана берді. Үйдегілердің барлығының құлағы сыртқа түрулі. Үй түрсе тыныштала қалып тың-тыңдайды. Барлығының күткені атасы мен немересінің аман-сау оралуы.
Арадан ет асымдай уақыт өткенде сырттан абалаған ит даусы мен ат тұяғының дүбірі қоса естілді. Барлығы ермекті алып келді деп қуанышпен тұра ұмтылған еді. Артынша қуаныштары су сепкендей басылды. Өйткені немересін әкелуге кеткен Смағұл көңіл күйі жоқ, үйге бос оралды. Маралдың бағанағы көрген түсі есіне түсіп, ана жүрегі шым ете қалды. Кімді кінәларын білмей қалшиды да қалды. Үй іші абыр да сабыр, у да шу. Марал біреуін естісе, біреуін естімейді. Бірақ түсіндегі нан пісіріп жүргені өткінші бір ауыртпашылықтан кейінгі қуаныш болар деп өзін-өзі жұбатқан болды. Болған жайды Смағұл ауылдың совхоз директорына хабарлады. Директор ауылдағы бар көлікті жұмылдырып, дереу іздеу ұйымдастырды. Студенттерден құралған құрылыс жасақтары өз үлестерін қосу үшін ермек қалған жерге аттанып, жаяу сүзіп іздеуге кірісті. Сағат түнгі 12-лер шамасы. Шығанақ ауылынан 100 шақырымдай жердегі көрші ауылда жалғыз қалған әкесі ойында ештеңе жоқ бейқам жатқан еді. Суыт келген ГАЗ-53 автокөлік даусын естіп тұра келді. Ішке өзінен бірер жас кіші жақын қайнысы Жахан асыға кіріп келді. Екеуі бір-бірімен жақсы араласатын білген Смағұл ақсақал болған жайды естіртуді осы Жаханға тапсырған болатын. Қайыржанмен жылдам құшақтасып амандасып, ермектің жоғалғанын әрең жеткізді. Жиенінің жоғалғанына тура өзі кінәлідей даусы тұншығып, машинада күтем, деді де шығып кетті. Қайыржан осы ермегін ерекше жақсы көретін. Студент кездерінде әсем қала Алматыда дүниеге келіп, кішкентайынан курстағы құрбы құрдастарымыз құшағынан түспейтін баласы міне бүгін жоқ. Не дерін білмейді, тек іші удай аши берді. Үйдегі бір блок темекіні алды да үн-түнсіз машинаға мінді. Жол бойы жақ ашып сөйлемеді, тек темекіні бірінен соң бірін тартып келеді. Жездесі сөйлемегенге ұрлығын жасырған ұрыдай, қайын інісі де өзінен өзі қуыстанып келеді. Бұрынғыдай жезде мен қайнына арасындағы қалжың жоқ. Қалжың қайдан болсын, жол жарып кеткендей әлі келе жатыр. Ауылға жеткенде алдарынан ондаған машиналар мен фонар мен прожектор жарықтары көрінді. Солардың қатарына қосылып, бұлар да іздеуге кірісті. Ол кезде қазіргідей емес, аңшылардың жоқтығынан ит-құста көбейіп кеткен кез. Күндіз Маралдың су ішіп тынығып алғысы келген тұмаға бұлар да келді. Тыма ішінде қасқырдың ойнақтаған іздері сайрап жатты. Машинаға қайта мініп іздеуге шыққандары сол-ақ екен, алдарынан көлденең бір қасқыр жүгіріп шығып жарыққа ілінді. Машинаның төбесінде прожектор салып іздеп келе жатқандардың бірі мылтығын қасқырға қарай көздеп шүріппесін басып қалды. Түнде атылған мылтықтың даусы жаңғырып шығып, іздеушілердің назарын осында бұрылды. Даланың айлакер жыртқышы одан әрі көрінбей қараңғыға сүңгіп жоқ болды да сәлден кейін ұзақ ұлыды. Ұлыған қасқыр даусы қараңғы түнде өте ащы, қорқынышты еді. Атылған мылтықтың даусын естіген Смағұл ақсақал жандарына келіп, мылтық атуға тыйым салып, егерде мылтық атыла беретін болса, қасқыр баланы жеп қоятындығын айтты. Төбедегілер өз қылықтарына ұялып, үнсіз іздеуді жалғастырды. Бүкіл ауыл болып, жаяулары аралары 1 метр тізбектеліп, сүзіп іздегенімен еш нәтиже шықпады. 3 жасар бала барады-ау деген жердің барлығын шарлап іздеді, бірақ таба алмады. Көпшілігінің қасқыр жеп кетті деген күдігі өршелене түсті. Түн жарымынан асқанда машинамен іздеу тоқтатылды да тек жаяулары қалды. Себебі әлсіреп бала жатып қалса басып кетпейік дегендері еді. Үйдегі жүрегі күпті. Әр келген кісілерден жақсы хабар күтіп отырған Маралдың жанына демеу болып отырған ауыл әйелдері бар болатын. Солардың ішінде жасы 60-ты алқымдап қалған үлкендері Ажар апада бар. Оның да қой бағып жүрген 2 немересін қасқыр жеп кеткенін айтып жылаған сайын ішін өкініш кернеп, жанын шүберекке түйіп отырған Маралды қоса жылата берді. Уақытқа тең келер ештеңе жоқ қой өмірде. Әр сағатты минуттай сырғып өткен сайын үміт жібі үзіліп кетердей шыдамсыздана есік жаққа қарап елеңдей берді. Енді санаулы сағаттарда хабар болмаса ермегінен айырылғаны.
уақыттың қадірін енді түсінді. Уақыттан жылдам ештеңе жоқ. Қолында машинасы болса, мүмкін уақытты тоқтатып қояр ма еді. Бірақ пенденің қолынан не келеді? Алланың пешенесіне жазғанын көреді. Бар үміті, мейірімі күшті Аллада. Жаратушыдан үміт үзбей қайта-қайта сұраған бауыр еті баласының аман-есен оралуы. Қалқам, мен немерелерімді жоғалтқанда ең болмаса киімдері де қалмады ғой. Сен Алладан киімін болсын бұйыртсыншы, бір иіскейінші деп тіле, деп Ажар апа қойып қалды. Бұл жұбату болғанымен баласын жоғалтқан жаны жаралы ананың жүрегіне хырш еткізіп қанжар салғандай кез еді. Таң да бозарып ата бастады. Сүйіншілеп келген ешкім жоқ. Совхоз директоры жомарт аты затына сай адамгершілігі мол, мейірімді жан еді. Сол кісінің тікелей нұсқауымен бір күнге совхоздағы өте маңызды, керек деген жұмысшыларды жұмыста қалдырып, қалғанының барлығын іздеуге жұмылдырған. Іздеушілер қатарында мектептің белсенді үлкен сынып оқушылары да болды. Көппен бірге іздеушілер арасында ауылдың бас дәрігері де болатын. Сол дәрігер жеке қалғанда Қайыржанға, егер қасқыр жеп кетпесе, күн қызғанға дейін табылса тірі болар. Өйткені ер баланың ағзасы қыз балаға қарағанда шыдамдырақ, деді. Бұны естіген Қайыржан барынша жылдам іздеуге тырысып тыпырши берді. Ермек, Ермек, деп дауыстап айғайлай берді. Оның жан дүниесін түсінген адам бір орында тұра алмас еді. Тұра алған да жоқ. Бәрі де тынымсыз, үздіксіз жылдам іздеп жүр. Көпшіліктің арасында тым болмаса баланың сүйегін тауып алсақ қой деген сөздер де еміс-еміс естіле берді. Уақыт іздеген сайын сырғып өте берді. Құтты көз алдында өз өмірі өтіп жатқандай еді. Әрине, көз алдында баласының өмірі өлім мен өмір арасында еді. Тек қана бір адам Алланың қалауымен аттың басын басқа жаққа бұрып, топтан бөлініп, жеке іздеуге кірісті. Бұл көпті көрген соғыс ардагері, Қаракері атына мінген Ермектің нағашы атасы Смағұл еді. Соғыста жүргенде бұндай шілденің ыстығында, қаңтардың сықырлаған саршұнақ аязында көрген. Ысқырған минаның жарықшақтары мұрнына тиіп сындырып, бір көзін ағызып елге жалғыз көзбен оралған. Таңертең шығарында үлкен дәке мен 5 литр канистрмен тола су алып, еріне байлап шыққан. Айналаға әр тоқтаған жерге соғыстан аман қалған жалғыз сау көзімен дүрбі салып, жан-жағын түгел шолып қарайды. Көзге тірі жан түспеді. Жаздың аптап ыстық күні дәл төбеге келді. Іздеуден еш нәтиже шықпады, бірақ үмітін үзбеді. Іздеуін тоқтатпады. Кезекті тоқтап дүрбі салып қарап тұрған сәтінде төбе басында жалғыз қарауытқан нүктені байқады. Өз көзіне сенбей қайта қарап еді, расында бір нүкте көрініп тұр. Бұл ауылдың қыр-сырын, төбе жоталарын жатқа білетін адамға қуантарлық нүкте еді. Қуанышы қойнына симады. Қара керісіне қамшысын басып төбе басына қарай шаба жөнелді. Жақындаған сайын әлгі нүкте баланың бейнесіне айнала түсті. Қуанғаны сонша соқыр көзінен де шоқша сақалын жуа жас парлады. Бірақ тірі ме деген сұрақ ойына сап ете қалды. Төбе басына жеткенше осы сұрақты қайта-қайта ойына орала берді. Жақындап қалған ат тұяғының даусын Ермек басын жай ғана көтерді. Баланың басын көтергенін көрген атасы, айналайыным-ау, тірі екенсің ғой. Я Алла, мыңда бір рахмет, тілегімді қабыл алыпсың ғой, деп алғысын жаудыртты да аттан қарғып түсті де немересін құшақтап сүйе берді. Бір тәуліктің ішінде денесі құрғап, көзі шүңірейіп, ерні құрғап жарылып, азып қалған Ермек «Жу, деді. Жу дегені су екенін атасы түсінді. Атасы бірден су бермей, үйден алып шыққан дәкені шылқылдатып су құйды да сулы дәкемен баланы орай бастады. Әбден шөлдеген бала сулы дәкенің шетін аузына салып суды жұта берді. Бірден суды балаға берер болса, денесі әбден құрғаған бала өліп кетуі мүмкін екенін соғыс ардагері жақсы білетін. Ермек
Қасында анасы жоқ болса да жиі айтылатын анасының сөздері есінен шықпаған болу керек. Аяқ киімін шешіп, ішіне нәскиін салып, жанына жинап қойыпты. Марал есі енді кіріп қалған баласына жатарда киімдеріңді жинап қой деп үнемі үйрететін. Аталы бала төбе басында табысып отырғанда төбені бетке алып қалған іздеушілер де келіп қалған. Барлықтары баланың тірі екенін көріп, бір-бірлерін құшақтап құттықтай бастады. Анасының берген бір тілім нанын жартысы желініп, жартысы қалтасында тұрған баласын құшағына басқан Қайыржанның қуанышында шек жоқ. Сол кездегі әкенің қуанышын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Өйткені бір тәуліктен аса жоғалған баланың көбі сүйегін іздеп жүргені өтірік емес. Жоғалған бала табылды. Өз-өздеріне келіп мәз болып отырғанда, кенет есіне бірдеңе түсе қалып, жан-жағын әрі-бері қараған ермек, «Мотоцикл қайда?» деді. Немересінің бұл сұрағына атасы, «Өй, мотоциклің не? Әкеңнің аузы», деген жауабы басқаларды күлкіге қарық қылды. Атасы ақырын ғана, «Не көрдің?» деген сұрағына немересі, «Күшікпен ойнадым». «Күшік дегені шындығында қасқыр ғой», деген көпшілік арасынан дауыстар шыға бастаған. Өйткені сол төбеге жақын, келесі төбенің етегінде қасқырдың апаны бар еді. Араларынан көкбөрінің тектілігі, жыртқыш болса да аналық мейірімі бар, балаға тимегендігінде деген дауыстар шығып, таңырқап, таңғалысып, бас шайқасып жатты. Алланың мейірімімен аман-есен табылған баланың қалтасындағы қасиетті нанның да титтей болса септігі бар десті көпшілік. Ол кезде ауылға да сүйіншілеп хабар жетіп, мәре-сәре болып жатқан еді. Баланы ең алдымен ауылдағы медициналық мекемеге жеткізіп, денсаулығын тексеріп алған соң, Жайлаукөл ауылының ауруханасына жөнелтілді. Жайлаукөл атақты Илья Жаханов ағамыздың Жайлаукөл әніне арқау болған шу бойындағы ауыл. Ыстық күнде шылқылдаған сулы дәкемен оралғандықтан болу керек, өкпесі қабынғаны анықталды. Артынан егіліп жылап Марал да жетті. «Құлыным, келе ғой!» деп құшақтап бауырына баспақ болған. Баласы өкпелі кейпінен айнымай, «Кет, мені тастап кеткенсің!» деп көпшіліктің көзінше теуіп кеп жіберді де теріс бұрылып қарамай қойды. Өз баласынан мұндай қылық сөз естимін деп естімеген Марал жүрегі қарс айырылып тұрып қалды. Кешікпей екі немересінен айырылған Ажар апа да келді. Ермекті құшақтап, «Бұл маңда жалғыз менің немерем ғана емес, әйгілі қобызшы, күйші Ықылас Дүкенұлының баласын шу өзенінің бойында бесікте қасқыр алып кеткен», деді еңіреп жылап. Құлындарын жоқтап жылаған Ажар апа жылағанда, барлық көпшілік көзіне еріксіз жас алды. Арада 10 күндей уақыт өтті. Ермектің де денсаулығы жақсарып, ауруханадан нағашыларының үйіне шықты. Құдайға шүкір айтысып, Құран беріліп, ауыл тұрғындары бас қосты. Әңгіме арасында ауыл тұрғындары Маугли бала деп лақабат та қойып үлгерді. Бір ауылды түгелдей сабылтып іздеуге себепкер болған Маугли көпшіліктің не үшін жиналғанда жұмысы да жоқ еді. Есік алдында ойнап жүрген немересін нағашы атасы көтеріп тұрып, «Сен өліп тірілген баласың, сен жүз жасайсың», деп маңдайынан иіскеп сүйді. Өз кезегінде Қайыржан, «Ең әуелі Алла, одан кейін ауыл тұрғындары, және тез арада іздеуші топ құрып совхоз директорына Жомарт ағаға алғысым шексіз». Ішкі толқынысын жасыра алмай көзіне жас алды. Көңілді ауыл тұрғындарының абыр-дабыр өткендерін айтып, күлген күлкілері ауыл шетіне жетіп жатты. Бұл қуаныштың күлкісі. Елнұр Қайратұлы, оқыған Шығыс қызы. Достар, әңгімені аяғына дейін тыңдап, менімен бірге болғандарыңызға алғыс білдіремін. Алдағы уақытта көптеген әңгімелерді баяндап оқитын боламын. Сол себептен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер.